Наны бар, жемісі бар, осындай тағамды шірітіп, ашытып, оған түскен бактериялардың нәшінен спирт алады екенбіз. Сосын түрлі шараптар жасаймыз. Енді сол арақты жиіркенбей іштіңіздер. Асқазанға түскен спирт қан арқылы миға жетеді. Ол мидағы майда клеткаларды улайды. Істен шыққан клетка тұрып шірейді. Майда тамырлар уақытша жұмысын тоқтатады. Қанның құрамы өзгереді. В общем, ағзада улану процесі жүреді ғой. Қол аяғың, бас тіл басқарусыз қалып, миың істемейді. Не істеп, не қойғаның есіңде жоқ. Ағза уланған шіріген заттарды шығарып тастағысы келеді. Сен құсасың, ішің өтеді. Біраз уақыт өтіп есіңді жисаң, басың сынып тұр. Енді бәрі шіріп жатыр ғой. Су шынягын ұстап түрлі суды қылқытасың келіп, қуғынға жиналған су өзімен бірге жаңағы шірген қоқыстарды ала кетпекші болады. Ал ол қоқыс шірінді мида тұр. Зәрің енді денеңе тарау арқылы миыңа бір-ақ шығады да, шірінділерді жинап тірнеп алып шығарып тастайды. Міне бітті. Өз зәріңе өзің жуындың деген осы.